Сәлеметсіздер ме, 8-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода қазақ әдебиетінен 2-ші тоқсанға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: үш құян шығармасындағы идеяны анықтаңыз. А нұсқасы: шұрайлы қоныстарды тартып алған отарлау саясатының халық тұрмысына әсерін жырлау. Екінші тапсырма: берілген өлең жолдары Мұрат ақынның қай өлеңінен алынған? Бұл қоныс шеті жұрттан қалған қоныс, ноғайдың көшіп талақ салған қоныс, Қазтуған, Асан қайғы, Орақ мамай, біз түгілі осыларды да алған қоныс. Бұл нұсқасы Сарыарқа. Үшінші тапсырма: Шәкәрім Құдайбердіұлының Еңлік кебек дастанында оқиға неден басталды? Бұл нұсқасы кебектің нысан абызға бал аштыруы. Төртінші тапсырма: Еңлік кебек шығармасындағы оқиға немен аяқталды? Сы нұсқасы Еңлік пен кебектің өлімімен. Бесінші тапсырма: Шәкәрім жастарға өлеңіндегі өшпес өмір, таусылмас мал берерлік бір білімді данышпан жан табалық деген жолдарда кімді меңзеді? Д нұсқасы Кемеңгер Абайды. Алтыншы тапсырма: Мұрат Мөңкеұлы үш құян толғауында мен қауіп еткенінен айтамын дейді. Неден қауіптеніп еді? Мұрат Мөңкеұлы өзінің үш құян толғауында қазақ халқының қараңғы болашағынан қауіптенеді. Мұрат Мөңкеұлы өмір сүрген заман патша үкіметінің қазақ халқын билеген заманы болатын. Қазақ елінен бірлік кеткен соң еліміз күйрейді деп алаңдайды. Үш құян толғауында халықтың қара шаңырағы шайқалғаны анық көрсетіліп баяндалады. Адам пиғылы бұзылғандығын, пайдакүнем болғанын көріп ашына сөз етеді. Жетінші тапсырма: үш құяннан алынған мына үзінді идеясын қолдана отырып қайта өңдеп жазыңыз, креативті жұмыс ұсыныңыз дейді. Қайран қазақ жерлері тартып алып кетті, етекке жағаға қол салып, ойдағысы іске асты. Еділ жайық ойыл кетті, Маңғыстаудың үш түбігіне жетті, Үргеніш пен Бұхарға аттанды, қонысты алды мал мен басты санап, баланы да санады. Ашкөздік тоқтамады, заманды шалды қырсық. Сегізінші тапсырма: Еңлік кебек дастанынан берілген мына үзіндіні негізге ала отырып автор бейнесін талдаңыз. Жігіттер, бұл өлеңді жазған мәнім, емес қой жастықпенен салған әнім. Қас қайсы, қазақ қайсы, таза қайсы, аларсың көп ғибрат байқағаның. Құдай күнәмді өшір, сауапқа жаз, таусылмайды рахматың, не болмайды аз. Жан кетіп, ағайын мал қалған кезде, өлмес өшпес дәулетім осы қағаз. Бұл үзіндіде автор бейнесі білімді насихаттаушы адам бейнесі. Жастарға осы өлең үзіндісінде ақ пен қараны ажырата біліңдер деп ақылын айтады. Бұл жерде Шәкәрім Құдайбердіұлы өзінің аты ешқашан өшпейтінін айтқан. Өзі өлсе де оның атын сақтайтын өшпейтін қазынасы барын айтады. Жан кетіп, ағайын мал қалған кезде, өлмес өшпес дәулетім осы қағаз деген өлең жолдары арқылы оның атын сақтайтын өшпес қазынасы, оның еңбектері, шығармалары екенін білеміз. Келесі 9-шы тапсырма: берілген әдеби сын пікірге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазыңыз. Бұл жыр бізден кейін де жырлана береді. Әркездің жаны ақыны өзінше өрнектейді. Бірақ осы еңлік кебек махаббатының алғашқы жыршысы болып Шәкәрім тұрады, келер ұрпақ жадында. Еңлік кебек дастаны Шәкәрім Құдайбердіұлының еңбегі. Еңлік кебек екі жастың махаббатын жыр ететін шығарма. Мен Тұманбай Молдағалиев айтқан пікірмен келісемін, себебі бұл шығарманы әлі көп деген жастар, ақындар басқаша нұсқада жазуы мүмкін. Мүмкін шығарманы басқаша етіп жазып, соны басқаша аяқталуы ғажап емес. Әр ақын бұл шығарманы өзінің ойымен әртүрлі етіп жазуы мүмкін. Бәлкім шығарма екі жастың өлімімен емес, олардың махаббатында мүмкіндік беріліп, бақытты аяқталуы да мүмкін. Бірақ шығарманы басқаша етіп кім жазса да, ең алғашқы жазған адам болып болашақ ұрпақ есінде Шәкәрім Құдайбердіұлы қалады. Осымен тжб жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.